Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге қазақ қоғамында ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрдің бірі, ол бас табақ пен бас ұсынудың ерекше әдемі түрімен бөлісетін боламын. Әуелі басымызды жұмсақ етіп, баяу отта қайнатып аламыз. Және піскен басымызды суытуға қойып қоямыз. Сол уақытта қамырымызды дайындауға кірісеміз. Ұнға қопсытқыш қосып, және де сары майымызды қосып, бір қалыпты келгенше үгітіп шығамыз. Ұнымыз бен сары майымыз бірігуі қажет. Әрі қарай жұмыртқамызды, айран және де шым-шым тұзымызды салып, қамыр етіп илеп аламыз. Бөлме температурасына 20-30 минут пакетке салып орап қоямыз. Дайын болған қамырымызды алып, кішкене ұн сеуіп жіберіп, бір қалыпты етіп шайып шығамыз. Бастарыңыздың көлеміне қарап шайсаңыздар болады. Міне шайып болдым, енді шетке алып қоямын. Суыған басымыздың екі құлағының ұшын кесіп алып тастаймын. Және де жайып дайындап қойған қамырымды басқа жабыстырып шығамын. Өз формасын шығарып, әдемілеп жабыстырып, екі жанындағы қамырларды біріктіріп аламын. Және де мұрын, көз, құлақ қай жерде екенін белгілеу үшін кішкене басып қоямын. Жұмыртқаның сары уызын бір тегіс етіп жағып шығамын. Барлық жеріне жағылуы қажет, бір тегіс сары болып шығуы үшін. Басты үйдің жасы үлкен кісілеріне және де құдаларға тарту еткен. Құдалықтарда жасасаңыздар да өте әдемі болып шығады. Қонақтардың таң қалуы анық. Және де көз, мұрын, құлағымыздың қай жерде екенін білу үшін мак сеуіп шығамыз. Макты әдемілеп жабыстырып, қай жерден қай жерге дейін көзі, құлағы, мұрны бар екенін белгілеу үшін қара етіп әдейі жасаймыз. Және де басқа бөліктеріне кунжутты сеуіп шығамыз. Бұны алтынбас деуіміздің себебі де осы. Мен 150 градуста 20-30 минутта пісіріп алдым. Әр үйдің печкасына байланысты. Қызарып, әдемі болып, песочный қамыр болып шығады. Міне дайын болды. Осындай ерекше рецептілерді көргіңіз келсе, менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын.